Маңғыстау облысындағы Ащыбұлақ ауылында жеке кәсіпкер медициналық орталық ашты. Байқадам Құсымбаевтың жоспарын жүзеге асыруға бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы мұрындық болған. Ол 15 миллион теңге көлемінде жеңілдетілген несие алып, заманауи медициналық құрылғыларға қол жеткізді. Орталықта бір мезгілде 25 адам кардиолог, педиатр, хирург және тіс дәрігеріне қаралалы. Осылайша жергілікті кәсіпкер Маңғыстау ауданының халқын сапалы медициналық көмекпен қамтуды көздеп отыр. Ал Шетпе селосында болашақ атты жекеменшік балабақша балғындарға есігін айқара ашты. Жоба құны 20 миллион теңге. Өз меншігіндегі үйді бөбекжайға айналдырған кәсіпкер бала тәрбиелеп табыс табумен қатар ауылдың әлеуметтік мәселесін шешуге де үлес қосуда. Мектепке дейінгі мекемеге 50 сәби мемлекеттік тапсырыспен қабылданды. Сонымен қатар ауылдың 25 тұрғыны тұрақты жұмыс тапты. Балапан бағдарламасына байланысты, елбасының айтқан жолдауларына байланысты, осы үйді неге біз балабақша қылмасқа, халыққа қызмет етпеске деп, бұған қосымша екі жағынан құрылыс салдық. Жеке кішкентай бөбектердің бөлмелерін салдық, мына жағынан балдар ойнайтын үлкен зал салдық қосымша. Сонымен қазір 65 бала аясында жұмыс жасаймыз деп отырмыз.